Қайырлы күн, бүгін сіздермен лимонадный сок жасаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, бізге тіркеліп, осы видеоны өзіңізге сақтап қойыңыз. Бізге бір лимон, бір апельсин керек. Лимон мен апельсинді дәл осылай етіп турап алып, 30 минутқа морозилькаға қойып қоямыз. Сосын блендерға салып, дәл осылай етіп жұмсартып езіп аламыз. Міне езіп дайындап алған апельсин мен лимонымызды бір ыдысқа саламыз. Сосын үстіне қантымызды қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Енді біз қайнаған суды суытып аламыз да, осының үстіне құйып шығамыз. Сіздер газированный қылып та жасауға болады, ол үшін сарыағаш қосасыздар. Мен кәдімгі үйдегі суды қосып жасадым, өте дәмді болып шығады. Міне дәл осылай етіп қосып алғаннан араластырып, қантын бәрін езесіздер. Сосын холодильникке суытып қоямыз. Суытып алғаннан кейін алып шығамыз да, дәл осылайынан етіп сүзіп аламыз. Сұйығын бөлек, ірісін бөлек. Міне барлығын дәл осылай етіп сүзіп аламыз. Сонда біздің лимонадымыз өте әдемі, түсі бәрі тартымды болады. Салқын күйде ішсеңіздер, дәмі өте тәтті. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецебін қалдырамын. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Видеоны өздеріңізге сақтап алыңыздар. Достарыңызға, подружкаларыңызға осы видеомен бөлісіңіздер. Жасалу жолы өте жеңіл. Сіз де жасап көріңіз. Сәттілік.